кез келген жұмысқа келген кезде біз келісім шарт жасаймыз жұмыс берушімен. Кез келген жұмыс мындай уақыттан бастап жұмысқа шығасыз, мындай уақытта кетесіз деген сияқты. Енді ол сол айтылған дүниелер сіз қол қойғаннан кейін сізге аманат. Имам Ғазали айтады, сенің есігіңнің алдында адамдар саған бір мұқтаждықпен келіп тұратын болса, сен олардың мұқтаждығын өтемей, нәпіл ғибадатпенен айналысушы болма дейді. Өйткені адамның қажеттілігін өтеу нәпіл ғибадаттан да артық деп айтады екен. Яғни біреу жұмыс орында, ол дәрігер болуы мүмкін, басқа да мысалы адамдардың бір құжатына жауапты бір мекемеде істеуі мүмкін. Сіздің алдыңызға адамдар келіп тұр, әрбір адамды қабылдап, сол адамның мұқтаждығын дұрыс адалдықпенен өтеп беру. Өйткені кейбір жағдайлар болып қалады, барасыз, бірақ ол жұмыс уақыты өзінің жұмысымен айналысып отыр. Ол ұялы телефон шұқып отыруы мүмкін, немесе ол түскі ас уақыты емес, тамақ жеуіп отыруы мүмкін деген сияқты. Яғни сол жұмыс уақытын жеке өзінің жұмысынан мынау халықтың жұмысын артық қойып, дұрыс жауап беріп, оның қажетін өтеп беру, ол да ғибадат. Өйткені жаңағы айтқандай, ол нәпіл ғибадаттан артық деп тұр. Имам Ғазали исламның үлкен ойшылы ғалымы. Жұмыстағы уақыт оның өз аманат. Жұмыстағы бұйым сіз үшін ол аманат. Және де сол сияқты сіз жұмыс беруші болсаңыз, жұмысшының өзі сізге аманат. Неге? Өйткені мысалға хадисте келеді, жұмысшының ақысын маңдай тері кеппей тұрып бер дейді. Беретін сізде келісім бар, бірақ жаңағыдай оны кешіктіру, әне-міне деу, немесе жаңағыдай белгілі бір себептер іздеп оны кемітіп беру деген сияқты нәрсе, ол да дінімізде үлкен күнәлі істердің бірі. Өйткені адам ақысы дейтін дүние бар. Күллі муслим аля муслимин харам, дамуху ва малуху ва ирдуху. Әрбір мұсылманға келесі бір мұсылманның қаны, малы және де оның ар-намысы харам деп айтады. Яғни оның қаны деп отқаны, оған қол жұмсауға болмайды, ол харам. Дінімізде үлкен күнә. Екінші, оның мал дүниесі. Жұмыс істеді ме, сіз оған белгілі бір нәпақасын беру керексіз ба, ол сізге аманат, ол оның дүниесі болып саналады. Ал оны жеу, ол харам істерден. Үшінші, оның ар-намысы, яғни оның ар-намысын қорлауға болмайды, оны кемсітуге болмайды, оны адамдардың арасында абыройын төгуге болмайды, былайша айтқан кезде.